Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгінгі видеода флеш-карта жасау әдісін үйренетін боламыз. Бұл әдісті игеру үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бүгінгі видеода менің даусым кішкене бәсең шығып отырса, тамағым ауырып отырғандықтан кешірім сұраймын. Флеш-карта дегеніміз не? Ол белгілі бір карталарды көрсету арқылы оқушылардың танымдық қабілетін арттыруға арналған әдіс. Яғни, белгілі бір картада қандай да бір сұрақ жазылады. Міне осы жерде ағылшын тілінде сұрақ жазылып тұр, және оның жауабы жазылады деген сөз. Яғни, бұл кез келген пәнге, кез келген тақырыпқа келе беретін әдіс, және бұл әдістің өте көп артықшылықтары бар. Қазір мен сіздерге барлығын айтатын боламын. Мен қазір сіздердің назарларыңызға осы платформаның демо нұсқасында жасалынған мысалды көрсетіп отырмын. Малайзияның астанасы деп жазылып тұр, және оның жауабы Куала-Лумпур деп жазылып тұр. Біз барлығын өзіміздің пәнімізге келтіріп, ағылшын тілінде емес, әрине қазақ тілінде жасай аламыз. Енді қазір осы әдістің қандай да бір артықшылықтарына тоқталып өтейік. Енді астындағы әрбір батырмаға тереңірек тоқталып өтейік. Ең бірінші батырма бізде ол сұрақтарға тоқталып отыратын болады. Мұнда 27 сұрақ бар. Бірінші сұрақта тұрмыз. Одан кейін 27, 26 деп реттілікпен сұрақтар келеді. Енді екінші батырмаға келейік. Ол осы сұрақтың жауабын көрсетеді. Яғни 26 картаның жауабы осындай. Және 25 картаға келдік, және оның жауабы осындай. Келесі батырмаға келейік. Яғни бізде бірінші батырма кему ретімен жүретін болса, ал мына батырма керісінше бізде өсу ретімен жүретін батырма. Ал мына батырма бізде жауаптарын көрсетіп отырады. Яғни бірден бастап 2, 3 деп жауаптарын көрсетіп отыратын батырма. Енді жоғарысына келіп тоқталайық. Жоғарысында бізде бұл әдістің бір артықшылығы озвучка кейбір сұрақтарға қоюға болады. Әрине ол ағылшын тіліндегі сұрақтар болса, озвучка жүреді. Бірақ біз қазақ тіліндегі сұрақтарды қоятын болсақ, оған озвучка қоя алмаймыз, өйткені ол түсініксіз дыбыстауы мүмкін. Келесі батырмаға келейік. Келесі батырмада тек қана бізде сұрақтарды кездейсоқ ретпен көрсетеді, ал мынау бізде жауаптарды көрсетеді. Тағы да астындағы батырмаларға жалпы ұқсас болып келеді. Мынау бізде сұрақтарды көрсетіп отырады. Бұл бізде жауаптарын көрсетіп отыратын батырма. Және де бұл карталардың барлығын шығарып алуға болады. Қазір тағы да тоқталып өтемін. Енді бізде карталармен жұмыс жасаған кезде міне флеш-карт деп тұр. Енді лист деген бар. Яғни оқушыларды бөлім бойынша жиынтық бағалауға, ТЖБ-ға дайындаған кезде, 90 бойынша жиынтық бағалауға дайындаған кезде бірден сұрақтарды бөлім бойынша өткен барлығын сұрақтарды міндетті түрде жауабымен бірге оқып қайталасаңыздар болады. Бұл лист деген түрі флеш-картаның. Енді матчинг деген түрі бар флеш-картаның. Ол бізде сәйкестендіру. Мысалы, The Capital of Malaysia деп тұр. Оның бізде жауабы мынау. Сондықтан біз мынаны аламыз да, мынаны әкелетін болсақ, ол бізде жойылып кетеді. Яғни сұрақ пен жауапты сәйкестендіретін болсаңыз, ол осы жерден жойылып кетіп отырады. Сәйкесінше бұл жерге бұл секунд, минуты толық жүріп отырады. Келесі практис деген бөлім. Практис дегенде мына жерде сұрақ қойылады. The Capital of Malaysia, Куала-Лумпур болса, мұнда жауабын жазамыз. Мысалы, Куала. Мұнда мен қате жазу мүмкін. Қазір астындағы батырманы бассам, яғни мен деген әріпті қате жаздым, сондықтан дұрыс емес тұйып тұр. Келесіге өтіп, осылай сұрақтарға жауап беріп отырса болады бала. Яғни осы тақырып бойынша алған білімін қорытындылау мақсатында және more деген бар. Яғни Pleppity платформасындағы осыған дейінгі ұсынылған көптеген әдістерді байланыстыра отырып, барлығын осы флеш-картада жасауға болады. Мысалы, Snowman деген аққала әдісі, адасқан әріптер деп менің каналыма салынған болатын. Мысалы, осыны басатын болсақ, бізде осындай кездейсоқ сөзді табу қажет. Әрине енді мұнда көп сөздерді жазып қойған. Яғни мына жерге бала кездейсоқ әріпті енгізеді. Егер ол әріп жасырылған сөздің құрамында болатын болса, аққаланы
сақтап қаламыз. Ал егер біз жазылған әріп жасырған сөздің құрамында болмаса, онда аққаланың мүшесі кеміп қалады деген сөз. Енді тағы біріне барайық. Мысалы, кроссворд құрауға болады. Яғни, сіз осы флеш картаға арналған сұрақтарыңыздың барлығын кроссворд қылып та бере аласыз. Флеш карта әдісін меңгеріп алсаңыз, демек Flippity платформасында жасауға болатын барлық әдістерді де уақытты кетірмей осы сұрақтарды меңгерту үшін беруімізге әбден болады. Енді жалпы бұл жерде тек қана сұрақтарды интерактивті тақтада емес, сонымен қатар қағаз түрінде үйлестірмелі материал ретінде де ұсыналасыз. Осы жерде мен сұрақтарды қойып QR код арқылы оқыса да болады. Мысалы, print cards дегенді басайық. Сол кезде міне карталардың барлығын сұрақтарымен қойып қойған. Осылай да шығарып берсеңіз болады, егер де сізде интерактивті тақта болмаса. Енді өзіміздің тақырыбымызға сәйкестендіріп, осы флеш карта әдісін қалай жасаймыз? Ол үшін әдеттегідей Flippity деген платформаға келеміз. Ең бірінші Flippity Flash Cards деген жерде Instructions деген батырманы басамыз, өзіміздің нұсқамызды құру үшін. Ал мен сіздерге жаңа мысал ретінде демо нұсқасын, яғни ағылшын тілінде құрылған нұсқасын көрсеткен болатын. Қазір жаңадан қазақ тіліндегі сұрақтарды құру үшін Instructions батырмасын басамын. Содан кейін This Template деп осы шаблонның көшірмесін аламын. Сол кезде бізге осындай Excel нұсқасында файл ашылады. Мыналардың барлығын біз міндетті түрде кетіріп тастаймыз және өзіміздің қазақ тіліндегі сөзді жазамыз. Ең бірінші графаға сұрағымыз жазамыз. Жоғарыда аудио деген бар, яғни біздің орыс тіліндегі ағылшын тілінде егер сұрақтарымыз болса, оны осылай ағылшын тілінде, орыс тілінде дыбыстасақ болады. Бірақ біз қазір қазақ тіліндегі нұсқаны жазып отырғандықтан, дұрыс естілмегендіктен біз мына жерден аудионы таңдаған кезде non дегенді, яғни бізге аудионы дыбыстау қажет емес дегенді таңдаймыз. Енді мында жазайық: Қазақстанның астанасы. Міне мен 3 сұрақты құрып алдым. Мында бірінші графаға сұрағым жаздым, екінші графаға жауабын жаздым. Картамызға өзіміз түс беру үшін мында ағылшын тілінде міндетті түрде енгіземіз. Blue дегеніміз көк, yellow деген сияқты. Егер қажет емес десеңіз, онда осы платформа сәйкесінше өзі түсті таңдайтын болады, алып тастаймыз. Және де біз картамызға қойып отырған сұрағымызға да түс бере аламыз. Мында ең бірінші сұрақ мысалы қызыл түсті деп таңдауымызға болады. Егер керек емес десеңіз, бұл графадағыда мәліметтерді жойып жіберуге болады. Барлық сұрақтарымызды құрастырып болғаннан кейін файл, бөлісу, интернетте жариялау дегенді басамыз. Жариялау, окей. Сілтемені алып, браузерге апарып, іздеу жолағына орналастырамыз. Осы кезде бізге арнайы сілтеме береді. Осы сілтемені міндетті түрде сақтап қойыңыздар. Осы бөлімге қатысты сұрақтарыңызды қайтадан жазып отырмас үшін міндетті түрде осы сілтемені сақтап қойыңыздар. Осы сілтеменің үстінен басамыз. Каспий теңізі қай қалада? Жауабы Ақтау. Келесі сұрақ: 30-шы тамыз қандай мереке? Жауабы Конституция. Енді мында барайық. Лист деген түріне барамыз. Былай етіп оқушыларға сұрақтар шығарып берсек болады. Матчинг деген жерде біз сәйкестендіреміз. Каспий теңізі Ақтау қаласында, Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан. Мына екеуін сәйкес. Практис деген жерге Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан деп енгіземіз. Әрі қарай енгізе береміз. Және море деген жерден де бірнеше түрін жасауымызға болады. Мысалы, quiz show деген жасап көрейік. Ең бірінші, мысалы, 100 ұпайлық жүректегі сұрақты таңдайық. 30-шы тамыз қандай мереке? Жауабы Конституция күні. Дұрыс жауап берді, яғни 4 топқа байланысты. Сұрақтарымыз көп болған жағдайда осындай викторинада жасауымызға. Бұл туралы менің ютубымда 10 минутта викторина жасаймыз деген сабақ бар. Осылай біз 100 ұпайды бірінші топқа береміз. Сонымен бүгінгі ұсынған флеш-карта әдісі барлық сабаққа, барлық тақырыпқа келетін керемет әдістің бірі. Әсіресе гуманитарлық пәндерге өте жақын әдіс деп білемін. Сондықтан өздеріңіздің сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк қойып, пікір қалдырып,
каналға тіркеліп, дамушы әріптестерді каналға шақыруды ұмытпаймыз. Жаңа оқу жылы құтты болсын, кәделеріңізге жарасын.